Баршаңызға сәлем достар. Мен сіздермен бүгін үй жағдайында осындай керемет жаной хлеб дайындайтын боламыз. Бала кезімізде аналарымыз осылай ақ ұн мен қара ұнды араластырып кезінде жасап жататын. Еміс есімде қалған сол кездер балалық шақтың бал дәмі десем де болады. Қара нанды қазір кез келген жерден алуға да болады, тиімді. Мен барлық керек заттарды описание бөліміне қалдырдым. Ақ ұнға дрожжымызды, ашытқымызды араластырып аламыз дағын. Мінекей, мынандай жаной пшеничный мука дейді ғой, ұн. Осындай қара ұнды алып араластырамыз. 50-де 50 қосамын мен. Достар, менің арнама тіркеліп, маған қолдау көрсетуді ұмытып кетпеңіздер. Ары қарай бөлме температурасындағы жылы суымызды құйып, жылы суға алдын ала мен тұз араластырып қоямын. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Қолдың көмегімен емес, ас қасықпен немесе бір венчикпен араластырасыздар. Міне араластырғаннан кейін сұйық май бір ас қасық қосамын. Ары қарай қолдың көмегімен жұмыс жасаймын. Міне осылай қатты нетпестер. Осылай ашытып бір формаға салып қоямын. Астына ұнды сеуіп, жақсылап, бетіне де сеуіп, қара ұнымыздан осылай әдемі болып көтеріледі. Жылы жерге осылай қатты қымтамаймын. Бетіне бір кастрюльканы жаба салып, осындай формада тұрады. Міне қараңыздар, домалақ болып. Ары қарай қолмен езіп, қолмен июін ары қарай қайтарып отырмайсыздар. Осылай аудара саласыздар. Міне қараңыздар. Ұн бетінде қатпарланып әдемі болып тұр. Иісін айтсаңыздар керемет. Осындай мен ас бөлмеге осындай өткір жүзді пышақты арнап қойғанмын. Міне осындай жеңішке бидайдың суретін салсаңыздар да болады. Мен жапырақ салуды жөн көрдім. Әдемілігін осылай үйлестіре кетейін деген ойда. Міне қараңыздар. Бетіне жұмыртқа жақпайсыздар. Бұл нанның бетіне жақпайсыздар. Ұнды осылай көмегімен қараңыздар, өзі әдемі болып ашып керемет болып тұр. Мінекей осылай кескіндеп сурет салып алдымдағыны. Қызып тұрған, алдын ала қызып тұрған пеште, 180 градуста пеште салып нанымызды мінекей осылай пісіріп аламын. Пісіру барысында бақылап тұрамын мен. Қарап, көтеріліп, әдемі болып келе жатыр. Қараңыздар, осындай өзінің қоп-қоңыр карамельный түске енеді. Міне бетінде қатпарланып ұн тұр. Ұнның ұнтағы дейді ғой. Қараңыздар, қандай иісі деген бәр асқанамды мүмкіп тұр. Қараңыздар, осылай қазір кескіндеп көрсетемін. Кесіп, жұмсақ болып шығады, пытырлап сырты. Енді жесеңіздер өте дәмі керемет. Багет жасасаңыздар да болады, осындай ұнды араластырып. Міне қазір жаз мезгілі болғандықтан жиі нанды ашыта бермеймін. Осылай диеталық үлгіде осындай нанды ашытып қойып жауып алуға да ыңғайлы. Міне жасап көріңіздер, ұнайды деген ойдамын. Ас болсын баршаңызға.